Университетке түскім келеді, қандай мамандық таңдаймын деген сұрақ. Әрбір оқушының жалпы универге түсейін деп жатқан әр адамға актуальны болып саналады. Бірақ бізге мектеп кезінде бұл сұраққа максимально тупой жауап беретін. Қандай мамандыққа балың жетеді, соған түсе ғой шырағым, деп жауап беретін. Әлемдегі ең тупой кеңес деп атаймын, айтқан кезде. Потому что сен ойла, бір айға сен бір жерге жұмысқа тұратын кезде, мысалға да, қандай жұмыс екендігін білмейсің, ол жерде не жасайтындығын, условияларын білмейсің, бірақ сен оған барасың ба? Бір ай жұмыс жасауға. Әлбетте бармайсың. Ал сен ол нәрсені өмір бойлық мамандық ретінде якобы таңдайын деп жатырсың, хотя қазір уже ондай уақыттан өттік деп айта аламын. Қазір өмір бойына мамандық таңдап керек емес, былай айтқан кезде. Жарайды, ол бөлек тақырып. Жалпы енді қалай таңдаймыз дейтін болсақ, самый идеальный вариант, когда саған сүйікті іс бүкіл таланттарыңа сай келеді. Сенің мықты жақтарыңа сай келеді. Сенің әлсіз жақтарыңды талап етпейді. Максимально логично и понятно. Но адамдар неге айналыспайды сүйіктісімен дейтін болсақ, олар өздерінің мықты жағын, әлсіз жағын білмейді. Білсе де оған неуверенный болып табылады. Потому что біздің әбден айналамыздағы адамдар арманымызды көміп тастауға ұмтылады. Бір нәрсемен айналысамын. Кішкентай кезімде футболист боламын десе, доп сені асырамайды деп айтқан Криштиану Роналдоның мұғалімі. Ал қазір Роналду секундына қанша $1000 табатындығын айтпай қояйық деген секілді. Альберт Эйнштейн айтады: не заставляйте рыбу карабкаться по дереву дейді. Біз рыба болсақ та ағашқа өрмелеуге тырысамыз. Максимально нелогичный әрекет жасаймыз. Мысалға, Брюс Ли мен Қажымұқан төбелесуге шығады, иә? Брюс Лидің мықты жағы қандай? Ол скоростьпен молниеносно қимылдайды, ал Қажымұқан ол салмағы ауыр. Былай айтқан кезде, и Брюс Ли егерде Қажымұқанды алып лақтыруға тырысатын болсақ, оны сырттан қарап жындыма деген әрекет айтасың, иә? Жындыма деген сөз айтасың. Ал Қажымұқан Брюс Лиді скоростьпен алуға тырысатын болса, онда ол ұтылады. Керісінше, әркім өзінің мықты жағын қолдану керек. Брюс Ли доля секундта тез ұрып үлгере алады, ал Қажымұқан лақтырып жібере алады. Әркім өзінің мықты жағын қолданса, жеңіске жетеді. Өмірде де дәл солай. Яғни Алла тағала бізге белгілі бір таланттарды берген, сол таланттарды қолдану арқылы жай ғана сүйікті іспен айналысу жеткілікті. Бірақ біз айналыспаймыз, өкінішке орай. Ладно, лирический отступлениені доғарайық. Енді мен нақты практически сөздер айтатын боламын. Біріншіден, бүкіл әлемдік тесттер бар. Солардан өту керек. Ол как MBTI деген секілді әлемдік компаниялар сол тесттерден өткізіп өздеріне сотрудник таңдайды. Америкада, Жапонияда, әсіресе оңтүстік Кореяда актуальна. Кореяда ешқандай компания сізді жұмысқа алмайды, MBTI тапсырмайынша. Сол тестті тапсырасыз, өзіңіздің қандай психотипқа жататыңызды анықтайсыз. Бүкіл әлемде адамдар 16 түрлі психотипқа бөлінеді. Былай айтқан кезде, мысалға ISFJ, олар защитник психотипі болып табылады. Оларға өте жеңіл сондай ответственный жұмыстар, максимально пунктуальный, ұсақ түйекке мән бергіш және рутинаны жақсы көреді. Немесе ESTP, рисковать еткенді жақсы көреді, авантюрный, ережеге бағынғысы келмейді, МЧСник болуға идеально. Немесе INFP деген секілді қиялға қатты шарықтайды, шығармашылықтың адамы. Немесе ENTP, менің психотипім, былай айтқан кезде, ол идея генерация жасайды. Байланысы жоқ нәрселерді байланыстыра білетін қабілет. Ол идея генератор Роберт Дауни младшийдің психотипі болып табылады. Немесе Пираты Карибского морядағы Джек Воробей деген сияқты харизмаға, актерский өнерге де идеально келеді. Мен жай ғана басын шалып айтып жатырмын. Негізінде бұны терең зерттеу керек. Бұл тесттерді тапсыру арқылы сіз өзіңізді сәл болсын білуге көмектеседі. Мен өзім 5 жылдан бері әртүрлі саланы көрдім. Посуточный бизнес, клубника в шоколаде,
гипстан бомбонерки жасау, арбитраж трафика, SMM, таргетолог, маркетолог деген сияқты қанша масала $3000 ақшаны Степан кроссовкиін сатып алып банкрот болдым. Сол банкроттан құтылып Алланың қалауымен мен қалай жасадым? Таңғы, яғни мен дизайн саласында қазір мен самый дорогой дизайнер. Бір сағатта 100 000 теңге табатын ең қымбат дизайнер болып табыламын. Маған айына 1,5 миллион теңге табу үшін жай ғана 15 сағат жұмыс жасау жеткілікті. Бірақ мен оған бір күнде жеткен жоқпын. Яғни 5 жылдан бері әртүрлі саланы көрдім. Сосын мен таңғы 5-тен кешкі 6-ға дейін искусственный интеллектпен зерттеймін. Өмірімді анализ жасаймын. Неге мен дизайн саласында бақытсызбын деген сұрақ қоямын. Бұл айтқанда, оказывается, менде тест Говарда Гарднера бойынша экзистенциальный интеллект 100%-ға дамыған екен. То есть маған жай ғана ақша табу қызық емес. Біз мысалға гипстан бомбонерки жасау саласымен айналыстық. Қызылордадан 200 штук заказ түседі. Мысалға ақша бар, бизнес жүріп жатыр, но маған бақыт келмейді. Неге? Просто так біреу алдыда мысалға ванный набор сатып алып үйіне қойып қойды. Маған одан ешқандай пайда жоқ. Пайда жоқ болғанда қызық емес. Үйіне қойды ичо деген сияқты да как бы. Неге? Потому что менде адамдардың өмірін өзгерткен ұнайды. Яғни себепші болған. Развитие человеческого капитала, глобальный масштабный нәрселер ұнайды екен. Сондықтан дизайн саласында бақытсыз болған екенмін. Яғни адамдардың сүйіктісін тауып беру менің призваниеме жатады екен. Сол нәрселерді анықтадым. Алланың қалауымен авторский методика пайда болды. Сүйіктісі табу бойынша и қаншама адамдардың сүйіктісін тауып келе жатырмын. Это архитектор генпланист. Мысалға да Роза ханым, Гүлжан ханым, жасы 62-де мысалға мектептің директоры болған. Мектептің директоры, мұғалімдер, сосын даже гаишниктар келіп жатыр. Дәрігерлер. Бір жігіт келді, аргонная сваркамен айналысады, жылдық обороты 300 миллион теңге. Ереке, мен бақытсызбын, менің сүйіктісімді тауып бер деп келді. Угадайте, сүйіктісі қандай болып шықты? Сваркамен айналысатын адам. Ол кісі сценарист екен. Ойлаңызшы, сварка қайда, сценаристика қайда жатыр. Сондықтан да біз өзіміздің сүйіктісімізді білмейміз. Рано или поздно сен бәрібір де бұл тақырып жөнінде ойланатын боласың. Даже если сен жақсы табысқа шықсаң да. Мысалға, мен самый дорогой дизайнер болсам да, айына 1,5 миллион теңге тапсам да, дизайн саласы Алланың қалауымен маған Вьетнамда тұруға, осындай әртүрлі әлемнің кез келген жерінде ақша табуға, еркін өмір сүруге көмектессе де, бәрібір де мен дизайн саласында до конца баруға дайын емеспін. Неге? Потому что бұл маған ұнамайды. Маған тек қана ақша алып келеді, бақыт алып келмейді. Мен қаншама селлердің қалтасын қалыңдатуға көмектестім. Мысалға, самый крупный селлерлермен жұмыс жасадым. Wildberries'та товар сататын Медина Стайл, Ләззат ханым деген секілді самый алпауыт киттармен, мастодонт, мощный селлерлермен жұмыс жасап, қанша адамның продажасын көбейтуге көмектессем де, мен бұл салада до конца баруға дайын емеспін. Себебі мен адамдардың өмірін өзгертпеймін. Ол жерде колоссальный, глобальный ештерсе жасамаймын. Сондықтан сүйіктіспен айналысу маңызды. Дәл қазір сен аш болғандықтан сен ойлайсың. Маған ақша болса болды. Айына 1 миллион теңге тапсам жеткілікті деп ойлайсың. Иә, мен де солай ойлағам. Бірақ адам, мен саған сұрақ қоямын. Сен егер айына 1 миллион теңге таба аласың, сүйікті ісіңмен және ұнамайтын ісіңмен, қайсысын таңдайсың? Екеуінде де 1 миллион теңге табасың. Әлбетте сен сүйікті ісіңді таңдайсың. Сондықтан сүйікті істі табу маңыздылығы өте жоғары. Бүгін қысқаша ғана шолу айта кеттім. Бір ғана тестпен әрине полностью сүйікті ісімді тауып аламын. Ойбай, жаңағыдай күшті болып кетеді деп айта алмаймыз. Жай ғана зерттеуден бастам. Мен осы тақырыпты 2 жылдан бері зерттедім. Авторский методика пайда болды. Мен бірнеше тесттердің комбинациясын жасай отырып, адамдардың сүйіктісін табамын. Бұл жай ғана бастамасы. Егер саған қызықты болса, описанияда мен саған сол тестке ссылканы қалдыратын боламын. Содан өту арқылы өзіңнің әлсіз және мықты жақтарыңды біле аласың. Все, дерзай.